Ырысбала Екірімбай интернет желісінде видео салмақ түгіл өзінің комментарийларын жауып тастаған. Себебі қазіргі уақытта көптеген блогерлер мен көптеген халық Ырысбаланы тексерсін. Ол қалай өзіне үлкен ғимарат үйлер алып алады, қалай өзінің қарындасына судай жаңа қымбат көлік алып береді. Оны тексеру керек дегеннен бері Ырысбаланың үні шықпай қалды. Кейбіргі мынау біздің блогер қыздарымыз Ырысбаланы Руслан Өтепбайдың бағдарламасына шақырып жатыр. Мен оның барлық өтірігін әшкерелеймін дейді. Сонда Ырысбала осы уақытқа дейін халықтың алдында басқаша біреулерге көмектесіп жүріп, ақшаның жартысын жеп жүрді ме екен? Өйткені көбісі қазір қайырымдылық қорлары, блогерлар тексеріп жатыр, комментарийлар толы. Ырысбаланы тексеріңіздер. Ол халықты алдап жүр. Менде дәлел бар. Нақты дәлелдер көп деп жатыр. Көбісі эфирге кіріп осы әңгімені талқылап жатыр. Сонда Ырысбала шынымен де ақшаны миллиондап жеп жүрме басқалар сияқты? Ал біз қатты сенім жүрсек, Ырысбала халықтың қызы ғой деп. Бірақ та бәленбай миллионды көрген кезде өз-өзін ұстай алмай қалды ма екен? Жақын уақытта маған бір SMS келді. Сол SMS-те Ырысбаланың айқын скриншот дәлелдері бар. Алдағы уақытта егерде осы видеоға сіздер шығар десеңіздер, мен шығарайын. Барлық шындықты сіздерге айтып берейін халқым. Қалайсыздар ма соны? Мен айтам да, Аллаға шүкір біздің әділдікті жүрегі сүйетін, көкірегі ояу, тілі өте өткір журналистеріміз өте көп. Соның бірде бірегейі Гүлмира Әбіқай. 165 миллион теңге, ол сол кездегі 20-25 адам жұмыс істейді. Келесі ел алдына жүрген алпауыт қайырымдылық қор қарекет, бірақ ресми сайтта есеп қаржыға қатысты еш дерек көрсетілмеген. Жалпы сансыз көп қордың арасынан заңды тіркелгендер аз. Заң неге мұндай олқылықтарды жіберіп қойды деген. Ой, кезінде Ильясты да Асаруменің директорында отырғызып қойып, қалай сұрақтың астына алды. Қорққаннан олар айлық табысын, есеп қисабын айтып, ақталып әлек болды. Ильяс болса қай өтірігін айтарын білмей, біраз сандырақтап азапқа түсті. Ауру жандарға ақша аудару деген. Ал енді арада 3 жылдан бері пәтер ала алмай жүргендер, сіздер бердік деп қолына ұстатып, бірақ 1 жылдан бері, 6 айдан бері. Сол кезде Гүлмира әпкемізге әй жарайсың, бәрекелді қазақтың қызы деп едім. Бірақ сол бағдарламаға мысал ретінде мені қараңдар, менің құрбым есеп қисапты күшті береді, істеп жүрген жұмысы адал, мені халқым осындай болу керек деп тарс еткізіп Ырысбала Екірімбай қорының есеп қисабын көрсетіп жүргенде тіпті керемет болар еді. Не болмаса деймін да, бағдарлама деген жан-жақты болу керек, Енді қордың жаман жақтарын көрсетіп жатсыңдар, қордың жақсы жағы міне Ырысбала Екірімбай деп. Сол сұрақтардың бәрін Ырысбала Екірімбайға қойып, айлығың неше, есеп қисабың қандай, қай жерге қанша ақша төлеп жатсың, 1 жылдық табыстарың қандай болды, қандай самолетпен ұшып жүрсің, үйді қаншаға алдың, қалған ақшаны келесі жылға қалдырдың ба, әлде өз қалтаңа салдың ба деп, осындай өткір сұрақтарды қойғанда тіпті керемет болар еді. Енді биылғы жыл өте қызық жыл болып жатыр. Депутаттар да, журналистер де, барлығына не болған деймін да. Халықтың сүйікті шай Мединадан тамаша сүйінші жаңалық. Бұл жолы тек қана шай ішіп қоймайсыз, достар, шындығында мына артында тұрған көлік те, пәтер де сіздікі. Қалай дейсіз ғой, шындығында 10 көлік. Енді мына кісінің мына тірлігі дұрыс па, бұрыс па, өздеріңіз жауабын беріңіздер. Біз барлығымыз қоғам болып, халық болып, блогерлермен алысып, машина ойнатып, елді азғырмаңдар деп жатсақ, бұл кісі блогер аздай шайдың рекламасын жасап, машинаны ұтысқа қойыпты. Соған қарағанда журналистердің айлықтары азайып қалған ба? Айтпақшы, осы шайдың бағасы қанша теңге? Бізде Қазақстанда магазиндерде шай жоқ па? Мен айтам да, Аллаға шүкір біздің әділдікті жүрегі сүйетін, көкірегі ояу, тілі өте өткір журналистеріміз өте көп. Соның бірде бірегейі Гүлмира Әбіқай. 165 миллион теңге, ол сол кездегі 20-25 адам жұмыс істейді. Келесі ел алдына жүрген алпауыт қайырымдылық қор қарекет, бірақ ресми сайтта есеп қаржыға қатысты еш дерек көрсетілмеген. Жалпы сансыз көп қордың арасынан заңды тіркелгендер аз. Заң неге мұндай олқылықтарды жіберіп қойды деген. Ой, кезінде Ильясты да Асаруменің директорында отырғызып қойып, қалай сұрақтың астына алды. Қорққаннан олар айлық табысын, есеп қисабын айтып, ақталып әлек болды.
Ильяс болса қай өтірігін айтарын білмей біраз сандырақтап азапқа түсті. Ауру жандарға ақша аудару деген. Ал енді арада 3 жылдан бері пәтер ала алмай жүргендер, сіздер бердік деп қолына ұстатып, бірақ 1 жылдан бері, 6 айдан бері. Сол кезде Гүлмира әпкемізге әй жарайсың бәрекелді қазақтың қызы деп едім. Бірақ сол бағдарламаға мысал ретінде міне қараңдар, менің құрбым есеп қисапты күшті береді, істеп жүрген жұмысы адал, міне халқым осындай болу керек деп тарс еткізіп Ырысбала Экранбай қорының есеп қисабын көрсетіп жүргенде тіпті керемет болар еді. Не болмаса деймін да, бағдарлама деген жан жақты болу керек, Енді қордың жаман жақтарын көрсетіп жатсыңдар, қордың жақсы жағы міне Ырысбала Экранбай деп. Сол сұрақтардың бәрін Ырысбала Экранбайға қойып, айлығың неше, есеп қисабың қандай, қай жерге қанша ақша төлеп жатсың, 1 жылдық табыстарың қандай болды, қандай самолетпен ұшып жүрсің, үйді қаншаға алдың, қалған ақшаны келесі жылға қалдырдың ба, әлде өз қалтаңа салдың ба деп, осындай өткір сұрақтарды қойғанда тіпті керемет болар еді. Енді биылғы жыл өте қызық жыл болып жатыр. Депутаттар да, журналистер де, барлығына не болған деймін да. Халықтың сүйікті шай Мединадан тамаша сүйінші жаңалық. Бұл жолы тек қана шай ішіп қоймайсыз, достар, шындығында мына артында тұрған көлік те, пәтер де сіздікі. Қалай дейсіз ғой, шындығында 10 көлік. Енді мына кісінің мына тірлігі дұрыс па, бұрыс па, өздеріңіз жауабын беріңіздер. Біз барлығымыз қоғам болып, халық болып, блогерлермен алысып, машина ойнатып, елді азғырмаңдар деп жатсақ, бұл кісі блогер аздай шайдың рекламасын жасап, машинаны ұтысқа қойыпты. Соған қарағанда журналистердің айлықтары азайып қалған ба? Айтпақшы, осы шайдың бағасы қанша теңге? Бізде Қазақстанда магазиндерде шай жоқ па?